Сәлем достарым менің. Бұл қаржылық сауаттылық сабағының кезекті саны. Өздерімен бірге тамаша, ал ең бастысы өте пайдалы жаңалықтарға толы таңға жайып саяхатқа бірге аттанамыз. Ал балақайлар, мына алдымда тұрған заттарды кел алыңдар бір-бірден. Қане. Содан кейін айтыңдаршы. Ал достарым енді не таңдағандарың туралы маған айтып беріңдер, және де адамға оның қандай пайдасы бар екен. Кәне, кім бірінші? Қайырхан, қолыңда? Гаджет. Қандай пайдасы бар? Оны Google'дан немесе басқа заттардан білмеген заттарды білуге болады. Дұрыс. Жұлдызай? Менің қолымдағы кітап. Оның ішінен көптеген мәліметтер білуге болады. Дұрыс айтасың, Саяжан. Кітапта бізге пайдалы нәрселерді біле аламыз. Өте керемет. Емшат адамды білуге болмайды. Керемет, Алидар. Ал? Байланысу құралымен сөйлесуге болады. Сөйлесуге болады. Сендердің жауаптарың өте дұрыс. Бірақ ең маңыздысын мен астын сызып тұрып айтқым келеді. Қолдарыңдағы гаджет, кітаптар арқылы өзіміздің қаржылық сауаттылығымызды арттыруға болады. Солай емес пе? Достар, сендердің қаржылық сауаттылықтарыңды не көрсетеді? Қандай әрекеттер? Ойланып маған жауап беріңдерші. Кәне, Жұлдызай? Ақша жинау. Ақша жинау. Керемет. Ал Қайырхан, сен не дейсің? Ақшаны босқадан босқа құртпау. Бұл әрекетте қаржылық сауаттылықтың белгісі өте дұрыс. Әрі қарай? Жұмыс істеу. Жұмыс істеу. Алидар, керемет. Ақша үнемдеу. Ақша үнемдеу. Ақшаны дұрыс құрту. Қалай? Дұрыс құрту. Мүмкін ақшаны дұрыс жұмсау деген шығар, Сол дұрыс болар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жалпы сендер білесіңдер ме? Қаржылық денсаулық деген ұғым бар. Қаржылық денсаулық дегеніміз бұл біздің телевизиялық жобада оқып үйренетін қаржылық сауаттылық. Бұл ретте бізге мультфильм көмектеседі. Мультфильм көреміз бе, балақайлар? Ертеде Даниял мен Жәнібек деген екі ажырамас дос болыпты. Бір күні олар жаттығудан келе жатып, жолдан су алу үшін дүкенге соғады. Даник айтады: "Мүмкін шоколад алсақ қайтеді? Судың орнына лимонад сатып алайық. Маған анам бүгін 1000 теңге берді." Жаник келіседі, бірақ ақшасын қайтарып беруге уәде етеді. Өйткені Даник жаңа скейт сатып алу үшін ақша жинай бастаған еді. Даник қолын бір сілтеп: "Жә, қойшы, менің сыйым болсын" дейді. Жаник күрсінді. Өйткені оның досы ақша жинауға бел буды емес пе? Бірақ тиянақсыздық танытты. Иә, Даник бұл түрмен жақын арада скейт сатып ала алмас деп ойлады ол. Бір аптадан кейін мектепте демалыс басталды. Даниялдың ағасы балаларға бопикті серуенге шығарып, содан кейін жуындыру керектігін айтты. Далада күн қайнап тұрса да, екеуі көмектесуге келісті. Бопик қожайыннан өзгені тыңдайын деп тұрған жоқ еді. Даниялдың ағасы екеуіне балмұзда қаларсыңдар деп 500 теңгеден ұстатты. Қалай, дүкенге кеттік пе? Егер тағы ақша қосатын болсақ, чупа-чупс газировкаға да жетеді, деді Жаник. Ақша табу оңай емес екенін түсінген Даник: "Жоқ", деп басын шайқады. "Мен скейтке ақша жинап жатырмын ғой. Одан да сақтап қояйын." Жаник күліп жіберді де арқасынан қақты. Мінекей балақайлар, көрдіңдер ме? Даниял қалтадағы ақшасын жұмсау өте оңай екен. Ал өзінің маңдай терімен, еңбегімен тапқан ақшаны жұмсау қиын екенін түсінді. Көрдіңдер ғой? Ал Даниял мен Жәнібектің кейінгі қызықты оқиғаларын келесі бағдарламада бірге көреміз. Демек, таза еңбекпен тапқан ақшаның орны бөлек. Сол емес пе, достар? Ал қаржылай сауатты болу оңай шаруа емес. Қаржылай сауатты болу үшін діттеген мақсатыңа жету керек. Одан бас тартпау керек. Әр қадамыңды ойлану керек деген сөз. Квакиутл тайпасының үндісі қарызға ақша алса, өз есімін кепілдікке тастап кетеді. Берешегін қайтарғанша ешкім оның есімін атамайды. Егер осы үрдіс бүкіл әлемге тарайтын болса, қарыз алушылар қатары қаншалықты төмендейтінін ойлаңыздаршы. Қайтқан малда қайыр бар. Демек, қаржылық сауаттылық бұл ақшаға қатысты жасаған әр қадамыңа деген жауапкершілік. Қызықтар әлі алда.
Достарым менің, қаржылай сауатты болу үшін не істеу керек? Қалай ойлайсыңдар? Айтамын. Ақша керек. Ақша үнемдеу керек, Ақша жинау керек. жинау керек, Жұмыс істеу керек. жұмыс істеу керек және бастысы Ақшаны бостан босқа кетірмеу керек. кетірмеу керек. Сонымен қатар білім алу керек, білім. Бұл ретте достарым, бізге мына біздің таңғажайып интерактивті тақтамыздағы саяхат ойыны көмекке келеді. Мына қараңдаршы, мынау кемені біз қаржылай әл-ауқат деген аралға дейін жеткізуіміз керек. Бұл ретте сендердің дұрыс жауаптарың дәл осы кемені мына аралға жеткізеді. Ал оның дұрыс не бұрыс болуы ойын көрсетеді. Дайынсыңдар ма? Ал балақайлар, бірінші кім маған көмектеседі? Қайырхан, кел қасыма тұра ғой. Міне саған қалам. Бірақ тұр. Мен мына кеменің капитанымын ғой. Сол үшін мына бас киімді киіп алайын. Ал Қайырхан маған жауап бер. Қаржылай әл-ауқатты болу үшін не істеу керек? Қандай аралды таңдайсың? Кәнеки, енді кемемді осы аралға апарып қойшы. Қасына қоя ғой. Ал енді жауабыңның дұрыс па әлде бұрыс па екенін көрейік. Керемет, қол шапалақ достар. Отыр орныңа. Рахмет, Қайырхан бір қадам жасады, өте дұрыс. Кемем міне мына жаққа кеп орналасты. Ал әрі қарай жалғастырамыз. Кім көмекке келеді? Жұлдызай, келе ғой. Қасыма тұр. Қалай ойлайсың? Қаржылай әл-ауқатты болу үшін мен не істеуім керек? Бір апталық шығынды есептеу керек. Кәнекей, тексеріп көрейік. Баса ғой. Тамаша, ду-қол шапалақ. Орныңа отыр. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Алида. Мына жаққа тұр. Сөйтіп, мен қаржылай әл-ауқат аралына жетуім үшін не істеуім керек? Қай аралға тоқтаймыз? Қажетсіз сатықтардан бас тарту. Дұрыс, қажетсіз сауда-саттықтардан бас тарту деймісің? Аха. Тамаша, керемет. Қол шапалақ, орныңа отыра ғой. Мінекей балақайлар, сендердің 3 жауаптарың өте дұрыс болды. Сендерге рахмет, жарайсыңдар. Ал әрі қарай жалғастырамыз. Сайжан, ке қасыма тұршы. Сен де маған көмектес. Мынау қаржылай әл-ауқат аралына жетуім үшін не істеуім керек, қалай ойлайсың? Мүмкін ақша жинауым керек шығар. Я болмаса қаржылай мақсаттың болмауы дұрыс болар ма? Әлде бір ғана табыс көзі болу керек пе? Мен ойымша ақша жинау. Ақша жинау ма? Кәнеки? Жарайсыңдар достар. Айбар, сен қалдың, кел қасыма тұра ғой. Сонымен, қаржылай әл-ауқат аралына жетуім үшін мен не істеуім керек? Мүмкін қаржы жоспарын құруым керек шығар. Әлде ақшаны ойындар мен сауыққа жұмсауым керек шығар. Менің ойымша қаржы жоспарын Құру, е? Және тексеріп көрелік. Хоп. Бәрекелді. Ду-қол шапалақ достар. Мінекей, сендердің көмектерімен мен кемемді қаржылай әл-ауқат аралына дейін жеткіздім. Сендерге көп рахмет. Біз бірде-бір бұрыс жауап берген жоқпыз. Бәріне дұрыс жауап бердік. Бір-бірімізге бір қол шапалақтап қояйық. Қаражатты жаратуға бәріміз шеберміз. Ал ақша табу, оны тиімді пайдалану бәрінің қолынан келе бермейтініс. Оны математика, тіпті химия пәндері сияқты оқу керек. Мысалға, кейбір мемлекеттерде қаржылық сауаттылық пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізілген. Қаржы нарығын дамыту ұлттық қоры 2015 жылы қазақстандықтар арасында сауалнама жүргізді. Анықталғандай, ел тұрғындарының тең жартысының жалақылары айдың соңына дейін жетпейді. Жауапкершілік,
тәртіп жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидалары. Соны ұмытпаңдар балақайлар. Қаржы мектебінде біз осы бағытта сендерге білім береміз. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Қаржы мәселесін кез келген ойын сияқты егжей-тегжейлі бәрін жақсы білу керек пе? Иә. Дұрыс айтасыңдар. Жауаптарыңа қарағанда, бүгінгі бағдарламаны сендер бүгінгі сабақты ең бастысы жақсы меңгергенсіңдер. Шотландтық Фрейзер Доерти Эдинбургта тосап жасауды бастағанда небәрі 14 жаста болатын. Көп ұзамай Супер Джем деп аталатын жеке компаниясын ашты. Бүгінде құны шамамен $2 миллион бағалануда. Достар, қаржы мектебі қаржы әлеміне дұрыс қадам жасауды үйретеді. Сонымен достар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін тағы да бір ойын ойнайық. Бұл ойында біз қаржылық сауаттылықтың негіздерін анықтаймыз. Негіздері міне мына жерде жазылып тұр, ал оған сәйкес суреттерді сендер тек қасына қойсаңдар болғаны. Сонымен араларыңнан капитанды таңдайық. Кім капитан болады? Қайырхан болсын. Қайырхан, келе ғой. Кел қасыма. Бүгін бізде өте қызықты сабақ. Ол саяхатқа арналған. Біз кемемен саяхат жасап жүрміз. Сол үшін капитанның басында мынандай капитанның бас киімі болу керек. Дуғал шабалақ. Ал Қайырхан маған қаржылық сауаттылықтың негіздерін айтып бер. Қаржылық сауаттылық туралы кітаптарды оқу. Кітаптарды оқу, қандай сурет соған сәйкес келеді. Балалар, қатысамыз, көмектесеміз. Мен ойымша мынау. Осы екен? Иә. Дуғал шапалақ. Әрі қарай, сонымен Қайырхан қаржылық сауаттылықтың негіздері. Тиянақты әрі табанды болу деген қағидаға қандай сурет сәйкес келеді? Мен ойымша бірінші. Бәрің бір ауыздан бір дедіңдер. Қане тексеріп көрелік. Бәрекелді деп айтайын деп едім, бірақ дұрыс емес, көрдіңдер ме? Онда екінші. Сурет орында қалған жоқ. Үшінші ме екен? Қане, көрейік үшіншісі. Ол да дұрыс емес. Мен ойымша екінші. Екінші. Төртінші. Төртінші деп. Міне. Мінекей, бәрін тексеріп көрдің. Барлығы дұрыс болмай шықты, сендердікі де дұрыс болмады. Ал ең дұрысы мына сурет екен, Ал балақайлар, әрі қарай кеттік. Қаржылық сауаттылықтың негіздеріне шығынды және кірісті жоспарлау керек. Ал оған қандай сурет сәйкес келеді екен? Тоқта, дұрыстап ойланып ал, балалармен ақылдас. Екінші. Жаңа ғана сендер қателестіңдер, барлығын қателестіңдер. Мен ойымша бірінші. Ақылдасың ба дұрыстап? Олар айтқан жоқ, бірақ мен естімін. Кәне тексер. Сенікі дұрыс болмады. Ақылдас. Үшінші. Тамаша. Қол шапалақ. Әрі қарай. Ақшаны дұрыс жұмсау. Мен ойымша бірінші. Бұл тек қана сенің ойың емес. Бүкіл сыныптың ойы сондай. Дұрыс. Және де үнемдеу және ақша жинау бұл әрине мынау сурет, Жарайсыңдар, балақайлар. Мына бас киімді шешемізде мына жаққа қоямыз. Орныңа отыр ғой. Көп рахмет. Мінекей менің көмекшілерім сондай ақылда. Сонымен, достар, біз қаржылай сауатты болу үшін не істеу керектігін анықтап алдық. Қаржылық сауаттылықтың негіздерін теория жүзінде білу жеткіліксіз. Оны күнделікті өмірде қолдану керек. Табыс табу, үнемдеу, қаражатты жинау және де оны дұрыс жұмсау. Сонымен қатар діттеген мақсатыңа жету, табандылық, есептеу, ал ең бастысы ол арман. Ал сол армандарыңа жетелейтін ол ақша. Қаржылай сауатты болуды және де есеюді біздің қаржы мектебі сендерге үйретеді. Есепсіз дүние жоқ. Соны естен шығармаңдар. Келесі кездескенше достар. Сау болыңдар.